Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өте қызықты, маңызды ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Ал бүгін мен сіздерге әйел адам, қыз баласы жалпы неліктен сырға тағады, сырға тағу салт дәстүрі қай уақыттан бері бар, қандай аңыз әңгімелерге сүйеніледі, сол туралы видео дайындап қойдым. Менімен бірге соңына дейін бірге болыңыздар. Аңыз әңгімелерде сырға тағу дәстүрі Ыбырайым пайғамбар мен Бибі Сара, Бибі Ажар анамызбен тікелей байланыстырылады. Яғни Құран тілімен айтқанда Ыбырайым деп отырғанымыз Ибрахим пайғамбар, ал Бибі Ажар және Бибі Сара, Сара анамыз бен Ажар анамыз. Ажар анамызды баршамыз Құрандағы келетін Исмаил алейхиссаламмен бірге зәмзәм суының пайда болу тарихынан білеміз деп ойлаймын. Егер де кім бұл Құрандағы оқиғаны естімеген болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Алдағы уақыттарда зәмзәм суының пайда болу тарихымен сіздерге бөлісуге әзірмін. Ендеше бүгінгі сырға тағу дәстүріне келетін болсақ. Бибі Сара анамыз жасы 90-нан асса да құрсақ көтермеген соң Ибрахим пайғамбарға Бибі Ажар есімді күңін үйлендіреді. Көп ұзамай Бибі Ажар анамыз құрсақ көтереді. Тоқалдың жүкті екенін білгендей Бибі Сарада қызғаныш пайда болады. Осыны сезген Ібіліс: «Ей Сара, еріңе қанша адал қызмет етсең де Құдайың Ажарды сенен артық көрді. Бұл әділетсіздік, оны өлтіріп өшіңді ал» дейді. Қызғанышын жеңе алмаған Бибі Сара Ажарды 2 жерден жаралаймын деп ант ішеді. Сол түні Бибі Сара анамыз түс көреді. Түсінде алып шынар ағашын егіп жатыр екен. Шынар тез өсіп айналасына саясын төгеді. Ояна салып түсін күйеуіне, яғни Ибрахим пайғамбарға жорытады. «Ұзамай ұлды боласың, ұлың пайғамбар болады» дейді. Бибі Сара анамыз қатты қуанады, алайда Ажарды өлтіремін деген анты есіне түсіп, қызғаныштан Ажарды жаралаймын деген антым бар еді, енді не болады деп сұрайды. Сонда Ибрахим пайғамбар: «Іштарлық Ібілістің сипаты. Ол адамның дәрежесін көре алмай Алланың дәргейінен қуылғандын. Көңіліңді қызғанышқа билетпе, ақта болса ант ішпе, айрандай жұғар үстіңе» деген. Енді антты шартты түрде болса да орындау керек. Ол үшін Ажардың құлағын ғана жараласаң жетер дейді. Бибі Сара анамыз қолына қанжар алып, Ажардың 2 құлағының сырғалығын тесіп жарақаттайды. 2 құлағынан қан сорғалап, Ажардың көркі қашады. Сара қанды көріп шошып кетеді. Сол кезде Алланың әмірімен Жәбірейіл періште пештен 2 сырға әкеліп, Ажар анамыздың қос құлағына тағады. Жәннаттың лағыл тасын таңғанда Ажар хор қызындай сұлу болып шыға келеді. Сонымен әйелдерге сырға тағу сол кезден бастап сүндет, яғни сүннет болып қалған екен. Құрметті оқырмандар, бүгінгі аңыз әңгіме осындай. Егер сіздерге ұнаған болса, лайкпен, комментариймен қолдап кетсеңіздер болады. Жақындарыңызға да таратсаңыздар болады. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Себебі келесі видеода мен құстардың тұмсығы неге тесік дегенге байланысты аңыз әңгімемен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау, саламатта болыңыз.